Сәлем. Бірден саған сұрақ қойыншы, сен өзіңді шығармашыл, яғни творческий адаммын деп ойлайсың ба? Жалпы оны қалай анықтауға болады? Интернетте бұл сұраққа бағытталған түрлі сауалнамалар мен тесттер саны біраз. Мүмкін олардың ішінде нақты анықтай алатындар бар шығар, бірақ бүгінгі бөлім олар туралы емес. Шығармашылық. Шығармашылықтың әлем бойынша түбі бір. Шығарма, шығару сөздерінен бастама алады. Орыс тілінде творчество, от слова творить, ағылшынша creation, create. Түпкі мән мағынасы ойлап табу, жасау, құру, шығару, бұл түсініктердің бәрі кіреді. Шығармашылық бір нәрседен басталады. Ол идея. Бірақ өкінішке орай олардың көбісін біз байқамаймыз, немесе идея деп қабылдамаймыз. Өкінішті. Бізде көбісі ойлайды, шығармашылық тек өнерге қатысты деп. Яғни шығармашылық әншілер, бишілер, суретшілер және тағы да басқа өнер қуған адамдарға тиесілі деп. Жоқ, негізінде ол олай емес. Жаңа айтқандай, шығару сөзі ол тек ән, әуен, сурет, өнер емес, біздің күнделікті істейтін барлық істерімізде бар. Неге? Өйткені әлемде бар барлық өнеркәсіп біздің күнделікті істейтін істеріміз, сұраныстарымыз және қызығушылықтарымыздан бастама алады. Аспаздық тамақ пісіруден, тігіншілік киім тігуден дегендей. Айтарлық бұл мамандықтар шығармашылық мамандықтарға жатады. Мысалы, калькулятор адамдарға математикалық есептеуге сұраныстары болғандықтан пайда болды. Сол калькуляторды қарасаң біреу ойлап тапты. Құрастырды, жинады. Сол калькуляторды жасау үшін қажетті бөлшектерді де біреулер ойлап шығарды. Сенің үйіңде тұрған бір кішкентай калькулятор көптеген жылдар бойы мыңдаған адамдардың еңбегі, шығармашылығының нәтижесі болып табылады. Керемет емес пе? Тоқтақа айтып көрем. Просто бұл жерде андай, это же классно дегенде айтқым келіп тұр да, просто. И қазақша керемет емес пе деген күнделікті пайдаланбағандықтан. Біреулер айтады, бизнесте шығармашылық жоқ деп. Ол да қате. Көп сөз айтпай, алысқа кетпей қойын, бірақ қана факт. Кез келген кәсіпкер бизнес жоспар құрады. Оның ішіне не жазылатыны сізге анық. Ол да шығармашылық жұмыс. Өйткені шығармашылық бір нәрседен басталады. Ол идея. Бұл видеода айтып кеткім келіп отырғаны, әлемдегі барлық адамдардың бойында шығармашылық бар. Тек біреулер оны көреді, біреулер көрмейді. Біреулер сенеді, біреулер сенбейді. Сіздермен бірге болған Мырзабек Нұрсұлтан, Актаун Talk үшін. Пікірлерің болса, қалдыра кетіңіз.